Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен котлет дайындайтын боламыз. Ол өте дәмді, тойымды және сочный болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар: майда етіп туралған пияз, бір жұмыртқа, үккіштен өткізілген картоп пен сәбіз, фарш, жібітілген нан және татымына қарай тұз, бұрыш, дәмдеуіште. Барлық заттарды ыдысымызға салып, біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған салмамызды орташа көлемде бөліктерге бөліп дайындаймыз. Сонан соң қолдарымыздың көмегімен котлет пішінге келтіріп, екі бетін ұнға аунатып, қысып тұрған табада қызарғанша пісіріп аламыз. Тура видеодағыдай жасасаңыздар болады. Барлық котлеттерді осылай пісіріп болған соң, қайтадан барлығын табамызға салып, үстіне 3-4 ас қасық су қойып, 4-5 минутқа бұқтыратын боламыз. Сонда біздің котлеттеріміздің барлығының іші толық пісіп, жұмсақ болып шығады. Гарнир ретінде қайнатылған күріш және пюремен ұсынсаңыздар болады. Ас болсын.